ашық шабуыл немесе ашық шах тақырыбын талқылаймыз. Қарапайым мысалдар. Сонымен ашық шабуылдың осындай бір ерекшелігі бар. Жалпы қос соққының басқа бір модификациясы деп айтуға болады. Мысалы, пілмен А7-дегі қомағалар қатарына кіресіздер, дәл қазір турамен Б8-ге мат қойғыңыз келіп тұр. Бірақ қарсылас тағы қос қарсыластың мына уәзіріне шабуыл жасайсыздар. Көрдіңіздер ме? Бұл әдістің аты ашық шабуыл деп аталады. Бір фигураның артында екінші фигура тығылып тұрады, және піл А7 біріншіден мат қойғымыз келеді, екіншіден мына уәзірді жеуге тырысамыз. Егер де мынаны былай жейтін болсаңыздар, бұл енді ашық шабуыл емес, өйткені қарсылас деген біріншіден былай жүруге мүмкіндігі бар. Ешқандай қиындығы жоқ. Және мысалы мына торды бақылауда ұстаса, мүлдем уәзірмен жеп қойға мүмкіндігі бар еді. Келесі мысалды көрсетейін. Енді ашық шабуылды көрсеттім. Тағы бір рет көрсетейін. Қандай айырмашылық бар? Бұл жерде сіздер деген піл А7 деп жүресіздер. Және енді ашық шақты сіздерге көрсетемін. Ашық шах орыс партиясы Е4, Е5, ат F3, ат F6, негізгі орталықтағы сарбаз жедік, және ат негізгі орталықтағы сарбаз жедік, және уәзір Е2. Көбінесе енді бастауыштардың жиі қолданылатын жағдай атпен артқа қарай шегінеді, және ат С6. Біріншіден сіздер деген өзіңіздің уәзіріңізбен мына патшаға шабуыл жасайсыздар, және бір мезетте мына 8 аяқ ат уәзірге шабуыл жасайды және жеп қояды. Жалпы болашақта егерде осындай қиын жағдайға тап болатын болсаңыздар, уәзір Е2 болатын болса, онда уәзір Е7 деп жүріңіздер. Мынаны алатын болса, онда Д6 деп жүресіздер, былай, содан кейін қарсыластың жегеннен және ат С6 деген вариант бар. Бұны да есте сақтаңыздар. Егерде бір ыңғайсыз жағдайлармен негізгі орталықтағы сарбаз жеп қоятын болсаңыздар. Келесі мәселе, бұл енді диірмен деп аталады, немесе ашық шахтың осындай бір ерекшелігі. Тура Ж7 қомағалар қатарына кіреміз, және бір айта кететін жағдай, түсі бөлек пілдердің арасындағы күресті біз деген осылай тамаша көрсетсек болады. Тура Ж7 шах, патша H8, тура F7 шах, қомағалар қатарын ақырындап қырамыз, піл деген шах дейді, ал тура деген алады. Патша Ж8 шах, былай, шах, қайтадан патша Ж8 шах, қайтадан біз деген қызықтыру әдісін қолданамыз. Міндетті түрде патшаны H8-ге орналастыруымыз керек. Былай, шах, Ж8 шах, H8 шах, Ж8 және тура Б7. Байқасаңыздар, ойынның басында былай қарасаңыздар 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұның ішінде 3 сарбаз және 3 фигура болды, ал бірақ сіз ашық шахтың арқасында осы 6 фигураны рет-ретмен жеңіп алдыңыздар және ұтып алдыңыздар. Бұл әдісті ең бірінші болып Карлес Торре шығарған еді, атақты Эммануил Ласкермен болған партияда. Тағы бір мысал, ашық шабуылға байланысты және ашық шахқа Е4, Е6, француз қорғанысы Д4, Д5 және Е5, Арон Исаевич Немцовичтің қорғанысы вариантын нақтырақ айтсақ, француз қорғанысындағы С5, бірден негізгі орталыққа шабуыл жасайсыздар. Жалпы француз қорғанысының осындай бір ерекшелігі, С жолы үшін осы С сарбаз арқылы және болашақта F6 деген әрекетпен негізгі орталыққа міндетті түрде шабуыл жасау керек. С3 және уәзір Б6. Біріншіден сіздер деген мына Б2-дегі сарбазға қысым көрсетесіздер, екіншіден мына Д4-дегі. Піл Д3, жедік және көп адамдар уәзір Д4 осындай бір сарбазға қызығады. Піл Б5, қайттан ашық шах әдісін пайдаланасыздар. Амалсыз енді ат С6 болатын болса, онда сіздер деген уәзір Д4, бұл өткені байлау әдісі, басқа сабақтарда бұл әдіспен таныстыңыздар.